Бүгін өзбекский палау. Қазысы міне, қазақский. Біздің үйдегідей емес, бұл дейтін оригинал. Оригинал болғанда енді. Лазер күріш, сары морковь, қызыл морковь, әртүрлі жаңағыдай дәмдеуіштер, таза өзбекский ресторандар сияқты күштеп жасалған. Біздің үйдегідей емес. Біздің үйде қалай жасайды? 2 килограмм күрішке 1 морковь, 1 пияз. И сосын суды құяды 5 литр. Сосын не болады? Сол палау деп айтады. Бірден айтайын десең, аузын жап дейді. Сол үшін давайте рестораннан жеңдер, настоящий палау жегілдеріңіз. Или біздің үйден. Прямо еті сүрленген, дерзкий. Таяқына күріштілерін жауып соңайық. Мұнау, бұл деген редкі. Редкі. Ал өзбекше қолмен жеу керек. Қолмен жеу. Ал еттік, бейтіп аламыз, қанатыр. Бейтіп тұр, еще бұлай мұжып тұрып бұлай алады. Чеснок. Оны аламыз. Қазының үстіне қоямыз. Өйтіп тұрамыз амына. Ұйықтатамыз. Мына жағамыз. Қалай істейміз қараңдар. Бүйтіп аламыз. Бүйтіп мұжамыз. Сосын мына саусақпен аузына итеріп жүресің қарам. Бекдесің мені? Вот это палау. Зиран дәмі, мына жылқының еті бәрі полный. Жылқының еті жасалған. Өзім жасадым.